Сәлем құрметті достар, сіздермен әсем нұр. Бүгін сіздермен қазақ тіліндегі н мен ң дыбыстарын ажыратудың ең тиімді 3 жолымен бөлісетін боламын. Қазіргі таңда оқушылардың, жас жеткіншектердің арасында н мен ңді ажырата алмаушылар көбейді. Оның себебі неде деп алаңдайтын адамдар да көрінбейтін секілді. н мен ңді ажыратудың мына тиімді әдістері көмектеседі деген сенімдемін. Менімен бірге болыңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. н мен ңді ажыратудың бірінші жолы. Дыбыстардың жасалуына мән беріңіз. Дыбыстарды айтқан кезде оның қалай жасалғанына, яғни ауыз қуысынан ауаның қалай шығатынына мән беріңіз. Мәселен, н дыбысын айтқанда тілдің ұшы тіске тиеді. Ал ңды айтқанда тіл кері шегінеді. Дыбыстардың жасалуының өзінде едәуір айырмашылық бар. Екінші жолы дыбысы арқылы дыбыстарды ажырату. Дыбыстарды жеке-жеке қайталап айтыңыз. Және де дауысыңызды мұқият тыңдаңыз. н дыбысын айтқанда н-дан кейін дыбысы қосарлана естіледі. Яғни н түріндегідей. Бұл жазылуы емес, естігеніміз. Ал ң дыбысын айтқан кезде керісінше түрде ң дыбысының көмегімен дыбыстарды ажырату оңай болады деген сөз. Үшінші жолы жаттап алып үйрену. Кейбір әдістерде ң дыбысы сөздерде аз кездеседі. Сол себепті мұндай сөздерді жаттап алып үйренуге болады деп жатады. Бұл да дұрыс шығар. Дегенмен барлық сөзді емес, сол сөздің түбірін ғана жаттап алсаңыз жетіп жатқаны. Мысалы, жаңа, жең, тың, таң сөздері. Менімен бірге болыңыздар. Каналыма тіркеліңіздер. Сізге ақпарат пайдалы болса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Достарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыздар.